Сәлем достар, сіздермен бүгін доктор Шерхан. Бүгінгі тақырыпта үй жағдайында жыл 12 ай қандай мезгіл болсын, терімізді ылғалдандырып, терімізді әдемі көрсетіп, және терімізді 20 жасқа дейін жақсарту жаттығуларын үйренетін боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып тіркеліп өтіңіздер, комментарий жазыңыздар. Ал ендеше адам терісі жас өткен сайын немесе әртүрлі бір мезгіл сайын өзгеріп тұрады. Оған себепті болушы жалпы адамның ішкі ағзасы болып табылады. 90% өттен болып табылады. Өздеріңізде бәлкім естіген боларсыздар, жалпы мынау іштегі қандай да бір өзгеріс немесе нарушение, құбылыс болатын болса, онда ол не істейді? Адамның денесіне шығып кететін болады. Беттегі қара пигментациялар, немесе денедегі қара пигментациялар, дақтар дейміз, соның барлығы адамның ішкі ағзасынан келіп туатын дүние. Оған көптеген факторлар әсер етеді. Мысалға, жеп жатқан тамағыңыз дейгі, даже шомылып үйдегі жуынатын суыңызға дейін әсер ететін болады. Ал біз өкінішке орай ішкі органды күніге бақылай бермейміз ғой. Сол себепті бүгін сіздерге қалай именно сол өттің жақсы жұмыс жасауы керектігін үйретеміз. Яғни үй жағдайында ешқандай қиыншылықсыз, дәрі-дәрмексіз және де дәрігерлердің көмегісіз өзіңіз үйде отырып сол процедураларды жасай беретін боласыз. Онда жақсылап жайғасып алыңыздар, отырып алыңыздар. Мынау именно көріп отқан устройство аппараттарыңызды кішкене дауысын жоғарылатсаңыздар, мені жақсырақ тыңдайтын боласыздар. Ал ендеше мұнда жаттығуларды біздер бастаймыз. Теріні жақсарту үшін бізге ең главный мәселе бұл жерде 1 стакан қайнаған сумен және де 1 қасық тұз керек болады. Кәдімгі ас тұзы, ешқандай бір шетелдің тұзы емес, немесе бір Арабстаннан, Дубайдан алып келген тұз емес, кәдімгі үйде қолданып жатқан тұздарыңыз болады. Яғни 1 стакан қайнаған суға, кипяток деп атаймыз, аласыздар. Қайнаған суға бокалға араластырып, еру керек. Суға еріп, жақсылап еріп болғаннан соң 2 қасықты аламыз. Яғни 2 қасықты аламыз, кәдімгі ас қасық. Чайный ложка болмайды енді. Осы именно 2 үлкен ас қасық болу керек. Бұны біз не істейміз? Яғни, анау қайнап тұрған суға, яғни бағанағы су еріді, тұз еріді, соның ішіне саламыз. Соның ішіне 10-15 минутқа салып қоямыз. Яғни бұл жерде именно қасық ысу керек, қызу керек. 10-15 минут уақыт өткеннен соң 2 қасықты аламыз. 2 қасықты аламыз. Және де қауіпсіз болу керек қой, күйіп қалмау керек. Сол себепті не істейміз? Қолға тексеріп көреміз. Қол күймейді ма? Значит, аламыз. Мына жақта сонный артерия дейміз ғой, тамыр, пульс ұратын жер. Именно сол жерге басамыз. Қатты басып тұрамыз. 2 минуттай қасық суығанша. Өзі 1-2-1,5 минутта қасық суға бастайды. Содан соң қасық суыды, өзіңіз пульсация кішкене замедленный болады, яғни пульсация кішкене бәсеңдейді. Сол кезде қасық суый бастайды. Соны аламыз, қасықты алып, шетке қоямыз. Екінші жаттығу сразу сол жерден басталады. Қайттан қасықтарды суға салып қоямыз. 10-15 минут уақыт ұстаймыз қайттан. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін тағы тексеріп көреміз. Қол күймейді ма? Қол күйместе басқа жерде күймейді. Аламыз, яғни мына жерде, яғни локоть дейміз ғой былай айтқанда, 2 тірсек, сол жердің 2 жалғанған жер бар, сол жалғанған жерге басамыз. 2 жақтама қасықты басамыз. Басып тұрамыз. Бұл жерде де дәл солай, яғни қасық суығанша басып тұратын боламыз. Енді, үшінші жаттығуға келетін болса, дәл осылай суға саламыз. Бұл жерде 10-15 минут емес, 5 минут жетеді. 5 минуттың қасықтың қызыған жетеді. Және аламызда, өткенде видеоларда көрсеткендей дәл осындай мына жерде точка бар. Яғни, именно доктор желчь деп атаймыз.
біздің үлкен былай айтқанда тренеріміз және де мұғалімі ұстазымыз академик Картавенкодан келген, жалпы Тибет медицинасының Ресейде дамытып жатқан кісілер, біз солардың шәкіртіміз. Сол кісі осы жерге доктор Желыч деп ат қойған. Сол точканы басамыз, қасықтың суығанша басып тұрамыз. Мына қолға да дәл солай, именно мына жер. Мынау екі саусақ пен үшінші саусақтың арасына сызық өткіземіз де, именно мына точкаға қоятын боламыз. Осы точкаға қойған кезде мына жерде басып тұрамыз. Басып тұрамыз. Қасық не істейді? Қасық суығанша басып тұрамыз. Осы жаттығуларды сіздер күнделікті күніне бір-ақ рет жасаған абзал. Яғни таңертең жасаған кезде, таңертең аш қарынға жасаған кезде не болады? Яғни өттің жұмыс жасау қабілеті күшейе артады. Және де өт өз қалпына келе бастайды. Яғни тамуы, желчегонный процесс. Яғни ол дегеніміз не деген? Денсаулық, яғни бұл жерде бетіміз, денеміздің барлығының качествосы, сапасы сол іш құрылысқа байланысты болғандықтан, именно сол желчь, өттің жұмыс істеуіне байланысты болғандықтан, бұл жаттығулар сол өтті дамытып, жақсы жұмыс атқарғандықтан, бетіміз не істейді? Әп-әдемі болып, детский перчик сияқты болып тұрады, былай айтқанда. Сол себепті именно осы жаттығуды дәлме-дәл жасаңыздар. Дәлме-дәл. Бірінші сол именно бағана айтқанымдай қасықтарды суға салып аламыз, тұзды суға, обязательно тұзды суға салып аламыз, және де мынау сонный артерияға басамыз. Екінші, мынау локоттарға, яғни мынау қоспа дейміз ғой, қосылған жерлерге басамыз. Үшіншісі не істейміз? Доктор Желыч точкасын басамыз. Естеріңізде қалсыз ғой, мына жер, сонный артерия, локоть, тірсектер, және де мына точкалар. Именно осы. Екінші мен үшінші саусақтың ортасында. Тура дәл осылай істеу керек. Сол 3 күн қайталайсыздар, 3 күннен кейін 4-ші күні уже результат бола бастайды. Әрі үлкен дәретіңізде жақсара бастайды. Желчегонный процесс басталған кезде өте күшті таңертең іш қататын кісілер болатын болса, сол іш қататын кісілердің ялпы не істейді? Үлкен дәреті дұрыстала бастайды. Ал құрметті достар, бүгінгі мынау жаттығуымыз сіздерге ұнап деген ниеттеміз. Алдағы уақытта мынау біздің жоғары сапалы жаттығуларды өткізіп алмау үшін осы каналымызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі болатын ем-шипа, денсаулыққа пайдалы кеңестеріміз, және мынау Тибет медицинасын сіздер үшін жалпы күніге көрсетсін, көре алатындай болсаңыздар, осы каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, аямай комментарий жазыңыздар. Алдағы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар. Ең бастысы, дендеріңіз сау болсын.